Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тілі 3-ші сынып 1-ші бөлім. Бүгінгі сабақтың тақырыбы нәтиже сабақ мен үйрендім. Сабақта мақсаты өткен тақырыптарда өтілген материалдарды қайталау, жаңа сөздерді қайталау. Оқушылар, бұл бөлімде біз күн тәртібі, уақытта дұрыс өткізуді және жыл мезгілдерін өткен болатынбыз. Ученики, на этом разделе мы изучали распорядок дня, время и времена года. Сегодняшний урок – урок повторения. Суретке назар салайық. Қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Қыс, көктем, жаз, жылдың ең әдемі мезгілі. Күз, осень. Бұл жылдың 4 мезгілі. Времена года. Енді қыс айлары: желтоқсан, декабрь, қаңтар, январь, ақпан, февраль. Қыста күн суық болады. Боран соғады, қар жауады. Қыс жылдың ең суық және әсем мезгілінің бірі. Өткен сөздерді қайталаймыз, повторим. Слова: желтоқсан, қаңтар, ақпан. Жарайсыңдар оқушылар. Бірінші тапсырма айтылым тапсырмасы. Говорение. Отвечайте на вопросы. Сен демалыс күні түскі дейін не істейсің? Что ты делаешь в выходной день до обеда? Түстен кейін не істейсің? Что ты делаешь после обеда? Отвечайте на вопросы. Устно. Екінші тапсырма жазылым тапсырмасы. Өзіңнің күн тәртібіңді жаз. Напиши свой распорядок дня. Мына үлгі, осы үлгіні басшылыққа ала отырып, оқушылар күн тәртібін жазыңдар. 7:00-де ұйқыдан тұрамын. 7:30-да таңғы ас ішемін. Таңғы ас дегеніміз қалай аударылады? Завтрак. 8:00-де мектепке барамын. 12:00-де түскі ас ішемін. Түскі ас, как переводится, обед. Дұрыс айтасыңдар, оқушылар. 14:00-де кітапханаға барамын. Кітапхана, библиотека. 15:00-де шахмат ойнаймын. 16:00-де үйге барамын. 17:00-де сабақ оқимын. 19:00-де кешкі ас ішемін. Кешкі ас қалай аударылады? Бұл сөзді біз өткен болатынбыз. Кешкі ас, ужин. 20:00-де анама көмектесемін. 21:00-де теледидар көремін. Теледидар қалай аударылады екен? Телевизор. 22:00-де ұйықтаймын. Оқушылар, сендердің міндеттерің осы үлгіні басшылыққа ала отырып, әркім өзінің күн тәртібін жазады. Каждый пишет свой распорядок дня. Енді бұл бөлімде өткен жаңа сөздерді қайталайық. Таңғы ас. Таңғы ас, завтрак. Түскі ас, обед. Түскі ас, обед. Кешкі ас, ужин. Таңғы ас, түскі ас, кешкі ас. Бұл бөлімдегі өткен жаңа сөздерді қайталап есімізге сақтайық. Және күн тәртібін жазған кезде осы сөздерді оқушылар қолданамыз. Келесі айтылым тапсырмасы, айтылым говорение. Отвечайте на вопросы. Устное задание. Неше жыл мезгілі бар? 4 жыл мезгілі бар. Қарайық. Қыс, көктем, жаз, күз. Демек, 4 жыл мезгілі бар екен. Суретке қарап отырып, сөздерді есімізге сақтап алайық. Смотрим на картинку и запоминаем новые слова. Келесі сауал. Сен жылдың қай мезгілін жақсы көресің? Әрине, кейбір оқушыға қыс мезгілі ұнайды, келесі оқушыға жаз мезгілі ұнайды. Сол туралы өз пікіріңді білдір. Қыс айларын ата. Қыс айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Міне суретте желтоқсан, қаңтар, ақпан. Қыс айлары. Келесі сауал. Көктем айларын ата. Наурыз, сәуір, мамыр. Жаз айларын ата. Жаз, лето, маусым, шілде, тамыз. Осы тәртіп бойынша оқушылар сұрақтарға жауап
беріңдер. Отвечайте на вопросы. Екінші тапсырманы жазыңдар. Напишите свой распорядок дня. Мынау үлгі, это образец. Әркім өзінің күн тәртібін жазады. Каждый ученик пишет свой распорядок дня. Сау болыңдар, оқушылар. Өткен сөздерді қайталаймыз. Повторяем все слова.